Етеккірмен дуалау. Осыдан 2 жыл бұрын өзімнің жүріп жүрген жігітімен қосылып қойдым. Мені тастап кетпесін деген оймен, құрбыларымның айтуымен мен осындай пасық, харам іске бардым. Мен өзім ондай тірлікке сенбейтінмін. Оны кейін не де болса болсын деп, өзімнің етеккірімді оның сусынына қосып бердім. Құрбыларымның айтуынша, басы айналып, сенен басқа ешкімді көрмейді деді. Мен бұл істің артында не күтіп тұрғанын мүлде бейхабар едім. Солай күндер зулап өте берді. Ол мені ұруды бастады. Ұрғанда да өлтіруден тайынбайтын. Ашуы басылғанда мен одан сұрайтынмын. Сонда оның жауабы: мен ашуланған кезде сен менің көзіме шайтан боп көрінесің. Сондықтан сені ұра беремін деді. Солай уақыт өтіп келе, мен де сондай жынды бола бастадым. Көрінгенді ұрып, көзіме ешкім көрінбейтін. Әке-шешем, бауырларым сөйлесе жек көріп тұратын халге жеттім. Ұрудан да тайынбайтынмын. Сол жігітіме ақыры тұрмысқа шықтым. Бірақ етеккір бергенім мүлде есімнен шығып та кеткен екен. Осы уақытқа дейін ойыма да келмепті. Сонымен балалы болдық. 1 жасар ұлымыз бар. Екіншісіне аяғым ауыр. Сол таяқ береке жоқ. Ұрыс, қырғын төбелес болып жатты. Ол да жынды, қып-қызыл. Мен одан өткен, екеуміз бір-бірімізді көрсек жын көргендей болатынбыз. Ұрысып, ақыры төбелесіп, күннен күнге үдей берді. Ұрысымызды ешкім баса алмады. Туған соң шынымен ауып қалдым. Молдаға да апарды, тәуіпке де апарды. Сәл бетім қайтқандай болды. Бірақ не себепті бұндай жағдайға жеткенімізді ойлап түбіне жете алмадым. Етеккір бергенім мүлде ойымда да болған жоқ. Ақыры болмаған соң, екеуі бір-бірін өлтіріп тынбасын деп, екеумізді ажыратып алды. Екеуміздің де қалауымыз сол болды. Сонымен 2 бөлек кетіп, балам ішімде 6 айлық болып қалды. Шешем де ауру болып тынды. Менің кесірімнен 4 күн бұрын 15 жасар сіңілімді ұрып, мұрнымнан қан тоқтамай больницада жатыр. Бұл бірінші рет емес. 2 сіңілім бар. Екеуінде аямаймын. Көзім ешкімді көрмейді. Енді басыма тиіп отыр. Күйеуімді де жақсы көремін. Сағындым. Ол осы ісімді білсе кешірмейді ғой. Бәріне мен кінәлімін. Қатты өкінетін жағдайдамын. Өлуге айналып барамын. Оның да өзінің де өмірімді қор қылдым. Қазір қатты ауру болып қалып, дымым қалмады. Аллам мені жазалап жатыр. Қалай құтылатынымды білмей отырмын. Бәрін қайта қайтарғым келеді. Отбасымды, денсаулығымды жоғалтқан қазір қасиетімді. Жанымды жегідей жеген өкінішімнің орнын қалай толтырарымды білмеймін. Алдағы өмірім не болмақ? Балаларымның өмірі ше? Өтініш қыздар, мұндай қадамға бармаңыздаршы. Өз өмірлеріңізге балта шаппаңыздаршы. Мені де сөкпей, маған өте ауыр болып жатыр. Есімді жисам деймін. Күннен күнге есімнен адасып бара жатқандаймын. Өтінемін, маған өз ақылдарыңызды беріңіздер. Құрметті көрермендер, біреудің өмірі біреуге сабақ демекші. Бұл істі жасамаңыздаршы. Мен досым тұрмақ бұл істі дұшпаныма да тілемеймін. Өз істеген ісіме қатты өкінемін. Өз-өзіме ор қаздым десем де болады. Өзімен қоймай жақындарыма да кесірімді тигізіп келе жатырмын. Мен де дәл сол кезде сіздер секілді қазіргі тым таяз ойлаппын. Арты не апарып, неге соқтырарымды білгенімде ғой. Күндіз-түні өзімде жегідей жеп жатырмын. Тірі өлікпін. Бұл өмірде ақыл есімнен адасып, өзімнен өзім қорқып бара жатырмын. Видеоға лайк басып,
тіркеліп, өз ойларыңызды білдіріп отырыңыздар. Сіздерге осындай болған оқиғалармен бөлісіп отырамын.